Қазіргі таңда футбол әлемінде қорғаушы деген есім тек қорғанысты мығым ұстап тұрумен ғана шектеліп жатыр. Ал 2000-ші жылдардың бас кезінде Роберто Карлос да Сильва Роша атты қорғаушы топ жарған еді. Сіздермен доп теп бағдарламасы және бүгінгі алғашқы шығарылымда Роберто Карлос жайында айтатын боламыз. Роберто Карлос 1973 жылы 10 сәуірде Сан-Паулу штатындағы Гарса атты муниципалитетте дүниеге келген. Есімін әкесі өзі сүйіп тыңдайтын Роберто Карлос Браги атты бразилиялық әншінің құрметіне қойған. Роберто 3 жасынан бастап футболға қызықса, ал 8 жасында әуесқой футболға өзінен ересек балалармен бірге доп тепкен. Отбасысы кедей болғанына қарамастан, қорғаушының футболға деген махаббаты ешқашан өшпеген еді. Мектептегі оқытушыларының айтуы бойынша, Роберто жастайынан өте зерек, достарының арасында лидер болып өскен деседі. 12 жасында мектепті аяқтап, Торсио Кардеро атты тоқыма фабрикасына жұмысқа орналасты. Онымен қоса Атлетико Жувентус командасында ойнап, алғашқы футбол мансабына қадам басты. Бозбала Робертода тек қана бір арман болатын. Ол әкесі мен анасына баспана сыйлау еді. 1992 жылы Атлетико Минейро сапында сәтті өнер көрсету арқылы арманын орындап, ата-анасына шағын коттедж сыйлады. Талантты бразилиялықтың Палмейрас сапындағы ерекше ойынын байқаған европалық скауттар біртіндеп оны Европаның беделді клубтарына шақыра бастады. Сәтті келісім жұмыстарының арқасында Роберто 1995 жылдың шілде айында Интер командасына ауысты. Алғашқы дебютті матчын Италия чемпионатындағы Виченца клубына қарсы өткізді. Сол кездегі команданың бас бапкері Рой Ходсон оны сол қапталдағы қорғаушы ретінде орналастырды. 1996 жылдың шілде айында корольдік клуб Реал Мадридтің бас бапкері Фабио Капеллоның жеке қалауымен Роберто Карлос Мадридтік Реалға ауысты. Трансфер құны 600 миллион испандық песет, долларға шаққанда 4,8 ақш долларын құрады. Реал Мадрид сапында өте сәтті ойын көрсетіп бар болғаны бір жылдың ішінде УЕФА Чемпиондар Лигасын жеңіп алды. 21 ғасырдың алғашқы жылы, яғни 2000 жылы дәл осы нәтижені қайталады. Бұл бразилиялық ойыншының нағыз қызған шағы еді. Мадридтіктер сапында 2007 жылға дейін 584 матчта 71 гол соғып, шетелдік легионерлер арасындағы Альфредо Ди Стефаноның рекордын бұзды. Әрі қарай Фенербахче, Коринтианс, Анжи, Дели Дайнамос секілді клубтарда доп теуіп, мансабын жалғастырды. Алайда Роберто Карлос үшін Реал Мадрид сапында өткізген уақыт ең сәтті кезең еді. Роберто Карлостың басқа қорғаушыларға қарағандағы ең үлкен артықшылығы шабуылдағы форвардтарға нәтижелі пас беріп, жасыл алаңда емін-еркін қозғалыс жасау еді. Сонымен қоса сәті түскен кезінде алыстан допты шира бағыттауы. Мәселен, 1997 жылдың 3 маусымдағы Бразилия мен Франция арасындағы ойында Роберто Карлостың голы. Разбегается Роберто Карлос. Удар и мяч в сетке ворот Фабьена Бартеса. Первую же возможность для взятия ворот французов использовал Роберто Карлос. Бұл голға біраз уақыттар бойы ғалымдар нақты түсінік бере алмады. Өйткені адамзаттың физика заңдарына төтеп беріп, мұндай голды соғуына талай зерттеушілер таңдай қаққан еді. Егер ғылым тілімен түсіндірсек, бразилиялық голды Магнус эффектісімен орындады, яғни допты шира тартты. Қақпадан 35 метр қашықтықта табанның ішкі бөлігімен соққыны шебер орындауының арқасында доп траекториясы кедергі топтан спираль секілді айналып өтіп, қақпаға барып тоғытылды. Бұл соққыға Франция құрама командасының қақпашысы Фабьен Бартез де кедергі бола алмады. Қазіргі таңда Роберто Карлос қайырымдылықпен айналысуда. Осыдан бірнеше жыл бұрын бапкерлік қызметте де жұмыс атқарған. Бұл футболшыға қандай да болсын сәтсіздіктер ұрынса да, Роберто Карлостың әлем футболының тарихында алтын әріппен жазылатыны сөзсіз.